Кайырлуу күн достор, өтө дамды чыгатын, өтө оңай салатты дайындайтын боламыз. Бизге эң алдымен баклажанды узунча этип туурап аласыздар да, оны бир ыдыска салып, үстүнөн тузду косуп және муздай сууга 1 саатка буктуруп коясыздар. Осы видеоға мукуят карасаңыздар, түшүнөсүздөр. Осы салатты сиздер де жасап көрүңүздөр, әрі оңай, әрі жеңіл, дәмді салат. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Достар, енді үстінен кукурузный крахмал немесе картофельный крахмалды қосып, жақсылап араластырасыздар. Піскен кезде бұл қатты күшті болады. Сол үшін араластырып, енді қызып тұрған майға қуырып аламыз. Барлығын қып-қызыл етіп қуырып аласыздар. Достар, баклажанымызды қуырып алдық, енді огурцыйымызды турап аламыз. Осылай өздеріңіз қалаған формада турасаңыз да болады. Достар, енді болгарскийімізді турап аламыз. Қызыл болгарский, жасыл болгарский, сары болгарский, әртүрлі қылып турап алсаңыздар, салатыңыз өте дәмді, әдемі шығатын болады. Достар, ендігі кезекте әрине помидор қосамыз. Помидорды өздеріңіз қалаған неде формада турай бересіздер. Барлығын турап аламыз. Достар, көк пиязымызды осылай ұзынша етіп, осылай видеодағыдай етіп турап аласыздар. Және де 2-3 чеснокты қосып жүрсеңіздер болады. Достар, жаңағы қуырып алған баклажанымызды қосатын боламыз. Және де үстінен туз, соевый соус және чим-чим заправкасын қосып жеріп,
жақсылап барлығын араластырып алатын боласыздар. Міне достар, өте дәмді, әрі жеңіл, өте оңай салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.